Шүршіт қырылған. 17 қазан 1756 жыл. Шүршіт бұл кезінде Қытайды билеген Мәнжүр тектес халқының қазақша атауы. 1756 жылдың қазан айында Қазақстанның бүгінгі астанасынан алыс емес жерде Жалғыз төбе және Қарауыл төбе шоқыларының арасында Шідерті өзенінің бойында маңыздылығы жағынан ұлы оқиға болды. Жоңғар көтерілісшісі Әмір Сананы қудалап, Орта жүздің сұлтаны Абылайдың жараланғаны туралы білген Цин императоры Чиан Лун Қытай әскерлерінің Сарыарқа жеріне басып кіруіне бұйрық береді. Қытайдың батыс әскерлерінің бас қолбасшысы Юйбао Шаған оба жеріндегі Тарбағатай тау жотасы арқылы шекарадан өткен 20 мыңдық әскер жібереді. Дардан мен Қадақ әміршілері Қытай әскерін Орта жүздің аумағына алып келді. Аягөзде емделіп жүрген сұлтан Абылай бұны естіп, Баянауылға келіп, әскери кеңес шақырып, күш жұмылдырып, қорғанысқа жаппай дайындықты ұйымдастырды. Бұл қазақ халқының ең ауқымды күш жұмылдырылуы болды. Даланың түкпір-түкпірінен келген емшілер мен бақсылар жаралыларды емдеу үшін сусындар мен дәрі-дәрмектер дайындады. Барлық жерден жиналған темір ұсталары күндіз-түні қару-жарақ, қылыш, найза, оқтар жасады. Мал сойылды, тері дайындалды, жауынгерлер мен жылқыларға темір сауыт жасалды. Бүкіл халық қазақ әскері үшін үлкен азық-түлік қорын жинады. Бұл шабуылдың тек бір ғана мақсаты қазақ орта жүзін Цин империясына бағындыру болып табылды. 1756 жылы 17 қазанда Шідерті өзенінің маңында көмекке келген кіші жүз әскерімен біріккен орта жүздің әскері қытайлықтарды қарсы алды. Абылай сұлтанның дайындаған қосымша әскері Қытай әскеріне солтүстік қапталдан, ал оңтүстіктен ұлы жүздің әскері соққы берді. Осылайша Қытай әскері қазақтың 300-нің тырнағына түсті. 20 мың шүршітпен Қытай жауынгерінің 1600-і ғана отанына оралды. Мұндай күтпеген жеңілістен ашуланған император Чэнг Лун бас қолбасшылар Серен мен Юйбаоны өлтіруді бұйырды. Ал Дардан мен Хада ханзадалары сарбаздар қатарына қосылды.